Лесен сынагатова, сені бүтін жігітлер сыры қая юққа шықты ол deyip, ири рұқсат бермей деп етелер жырларға. Сенің бүтін шуны матурлы жырларың еді. Қаясың сен достым? Әйтелер, дүріссің, шым дүріссің. Ну, біріншіден декретта болдым, 2 тапқыр. Әзгені юғаларға туры келді. Декретта. Мен қазір шықтым, мен ішлейм, Аллаға шүкір. Шуңа күрә? Жыршы боларақ жизың ма? Әлбәттә. Мен профессия тип жыршы. Қошан жырларын көріне башлай? Алла берсә, ижейге яңа. Сен аннары бір кинода түштің асыл яр, нендегі яңа аяғлы қызда. Жігітні тартып ала тұрған рөлін ойнадың. Сен ойратны жолай тартып алдың ма? Жоқ, бір кішінен де тартып алмадым. Жоқ ма? Нешегірек сен ол яқтан тұрмышта, сен шундық қыз ма? Жоқ. Сен атекке гіне аңды рөліні бермегенлердір енді. Характерің шундай ма сенің? Тігі, нық шундай. Но мен характер бойынша нық, но кіші... Иногда. Әнейіңнен де иногда ауыр ма, сені ұрша ма? Нәрсе dey? Ұршам. Нәрсе dey ұрша? Оқы дейбей ме? Оқымайсың? Жылай тұрған қыз шушы ма енді ол біздің? Білмей? Жылап жібері дейді әтесі шуай бет? Жылайды. Китап оқығанда. Да. Бұл қыз есімі нешек, Субханалла, машалла. Ильвина бет? Бұл қыз кім әлі есімі? Ралина. Демек, келешекте дүнияны яулап аласың, евровиденияларға барасың? Нәрсеге керек ол евровидение? Сәхнеге шығасың енді, бейті? Шығасың. Өзімізде ғана Татарстанда ғана Шылай ма? Конечно. Айрат Ильясы білән қауыштығысың, мұна шуны ғана айт әлі. Қауыштық. Кім? Таныштық, анағы қауыштық.